Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тұз туралы керемет ақпарат қозғайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Жалпы қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді екен. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз салған суық сумен жуыңыз, сол кезде де иіс кетіп қалады екен. Осындай бірнеше белгілері бар. Ішіне бір шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз. Қол орамалдарды жуудан бұрын оны бір уыс тұз ертілген жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруге таптырмас көмек болады. Сарғайған терезе жабынын жуудан бұрын тұзды суға салып қойыңыз. Шикі жұмыртқаны, әсіресе оның ағын шайқағанда міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлде қайда жеңілдейді. Бұл жұмыртқаны қантпен шайқағанда қолданылмайды. Жұмыртқа пісірілген суға міндетті түрде тұз салыңыз. Жұмыртқа жарылса да тұзды суда ағып кетпейді. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеуі үшін оны сәл-пәл тұздаған суда ұстаңыз. Кесілген пиязды тұздап қойса, өзінің қалпына ұзақ сақтайды. Егер бір шақпақ қантты ащы тұздалған сорпаға жарты минутқа салып алса, тұзы кемейді. Егер сорпа тым қатты тұздалса, жаңағыдай әдісті 2-3 рет қайталаған жөн. Ыстық күндері май салынған ыдысты тұзды суға малынған шүберекке орап қойса, май еремейді. Тағам қуырған кезде табаға кішкене тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Духовкаға қойған печенье күйіп кетпес үшін форма астына аздап тұз салу керек. Балдыр иісі шыққан балықты тұзы ащы езілген салқын суға салып қойса, жаман иіс кетіп қалады. Жалпы тұздың айта берсе пайдасы өте көп, бірақ сонымен қатар барлық қандай зат болмасын пайдасы мен зияны қатар жүреді. Енді тұздың зиянына келетін болсақ, жалпы тұз қан тамырларына жарты сағаттың ішінде орасан нұқсан келтіреді. Австралиялық ғалымдар тамаққа көп қосылған тұздың ағзаға қалай әсер ететінін арнайы тәжірибе барысында анықтады. The Daily Mail'дің хабарлауынша, дәрігерлердің арнайы сынағы денсаулығы мықты 16 адам қатысқан. Олардың әрқайсысы жеген тағамға 4 грамм тұз қосылды. Бұдан соң 0,3 грамм тұзы бар тағам және тағы да берілді. Сынақтың алдында және одан кейін ғалымдар зерттеуге қатысқандардың артериясындағы қан тамырларының соғысын өлшеген. Зерттеу барысында тұзды тағам жеген адамдардың қан айналымы айтарлықтай тежелгені байқалыпты. Тұз 30 минуттан соң-ақ ағзаға әсер ете бастап, қан жүгірісін шамамен 1 сағат бойына тоқтатқан. Яғни 4 грамм тұз адамның жалпы рационына енетін тағамдардың орташа тұздылық көрсеткішіне тең. Соған қарамастан тұзды көп қолдану адамды оқыс өлімге итермелеуі ықтимал. Профессор Грэхэм Макгрегордың айтуынша, жүргізілген сынаққа қарағанда адамның қан тамырларын қатайтқан нәрсе тұз болуы мүмкін деген екен. Енді біз теңіз суының, яғни тұзды судың денсаулыққа пайдалылығы туралы айтатын боламыз. Көптеген адамдар бассейні бар теңізде демалғанды жақсы көреді, бірақ оның ешқандай пайдасы жоқ, өйткені теңіз суы көптеген аурулар үшін таптырмайтын табиғи және қауіпсіз дәрі болып табылады. Теңіз суы қандай ауруларға ем десек, тұмау, гайморит, созылмалы ринит, мұрынды тұзды суымен шаю, тыныс алуды жеңілдетеді. Себебі теңіз суы мұрынның шырышты қабығына түсе отырып буланады. Соның арқасында теңіз суы мұрын қуысындағы артық ылғалды алып тастайды және осылайша ісінуді жояды. Сондай-ақ осындай әсерге мұрынға арналған тамшыларды қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Бірақ тамшы тамызған жағдайда шырышты қабықша тамырлардың тарылуына байланысты кішірейеді. Дегенмен мұрын тамшыларына қарағанда теңіз су жұмсақ әсер етеді және бейімділік тудырмайды.
және де бронх өкпелік аурулар, теңіз суында еритін кальций, күкірт және басқа да минералдар оған қабынуға қарсы және антимикробтық қасиеттерін береді. Ал тыныс алу жүйесінің денсаулығын жақсартқысы келетіндер демалысқа шығатын кезде жерорта теңізі, Қырым секілді құрғақ ауалы курорттарды таңдағаны дұрыс. Және де стресстен арылуға теңіз суы йод және бром қосылыстарына қаныққандықтан күйзелістен арылуға көмектеседі. Бұған қоса теңіз суында жүйке жүйесінің үйлесімді жұмысы үшін қажетті магний көп. Сондай-ақ күн ванналары теңіз суының стресске қарсы әсерін арттырады. Өйткені маусымдық көңіл күйдің бұзылуы көбінесе күн сәулесінің әсерінен денеде өндірілетін D витаминінің жетіспеушілігінен пайда болады. Тері аурулары, яғни есекжем, теңге қотыр, нейродермит және безеу секілді тері ауруларында теңіз суына түсіп емдеуге болады. Өйткені тұзды су теріні сәл құрғатып, қабынуды жояды және тіндердің қалыпқа келуін жеңілдетеді. Артық салмақ, яғни теңіз суы зат алмасу процесін белсендіріп, қан айналымын ынталандырады және денедегі артық сұйықтықты шығарады. Ал артау әсері жоғары болу үшін салқын суда шомылу керек. Және де жүрек қан тамырлар аурулары кез келген шомылу температураның төмендеуіне байланысты тамырларды және жүректің бұлшық еттерін жаттықтырады. Бірақ оның ауыз судан айырмашылығы теңіз суының құрамында калий бар. Ал бұл жүрек қан тамырларының сау болуының негізгі элементі. Тіс және де қызылек аурулары теңіз суының қабынуына қарсы қасиеттерінің арқасында ауыз қуысының қызылегі саулығын сақтаса, суда ерітілген кальций тіс емалін қатайтады, ал тұзды бөлшектер тіс өңезінің жиналуын азайтады. Және де достар, осы жерде сіздерге керемет ақпарат айтып кеткім келіп тұр. Сіздер білесіздер ма, білмейсіздер ма, білмедім, бірақ білмейтіндер үшін керемет ақпарат болғалы тұр. Сондықтан да жақсылап тыңдап алыңыздар. Ол үшін, мысалға, тісімізді шаю үшін бір стақанға немесе өзіңіз қалаған ыдысқа 2 қасық, яғни шай қасықпен 2 қасық тұз саласыз. Оны кішкене суды өте қатты ыстық емес, өте қатты салқын емес, жылы бөлме температурасындағы суға 2 қасық тұзды салып араластырасыз да тісіңізді күніне 2 мезгіл шайсаңыз, тісіңізге керемет пайда болады. Яғни тісіңіздің эмалін жақсартады ол, және де құрт түспеудің алдын алады. Мен өзім күнде жасаймын, сол себеп. Және де үйіңізде ваннаңызға тұз салып, яғни өзіңізде қандай тұз бар, яғни соль для ванн деп айтып жатамыз ғой, одан бөлек мына жерде бізде арал тұзы деп кәдімгі тағамға қолданылатын тұзымызды, немесе Атырау қаласында тұратындар үшін индердің тұзын алып, яғни қара тұзды алып, жаңағы суға, ваннаға толық өзіңіздің енді қалауыңызша, жалпы мысалға мен жаңағыдай кружка деп айтады ғой, сонымен 3 кружка салатын боламын, ваннаға суды толтыратын боламын. Соңында жаңаға ваннаға тұз салып жататын болсаңыз, кемінде 15-20 минут жататын болсаңыз, ол сізге керемет әсерін тигізетін болады. Бұл өте керемет болады, яғни мен өзім осылай жасап жүрмін, сондықтан сіздерге айтып отырған жайым бар. Жалпы тұзды суды, яғни тұзды ваннаны қабылдағанның әсері өте керемет, жағымсыз энергияларыңызды алады бойыңыздағы, және де теріңізде қандай да бір мәселе болатын болса, оны да шешетін болады. Барлығымыздың енді теңіз суына баратын жағдайымыз бәріміздікі бірдей жоқ, сол себепті жаңағы үйде тұзды ванна қабылдағанның бір жақсы жерін сіздерге айтып отырмын. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып арнама жазыла кеттіңіздер. Сіздермен болған Азиза, назарларыңызға үлкен рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін, менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.